Оқу-ағарту министрлігінің біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында ауқымды шаралар орын алып жатыр. Айтулы шараның негізгі мақсаты оқуда озат, айналасына құрметті шәкірттерді тәрбиелеу. Алматы қаласындағы номері 154-ші жалпы білім беретін мектеп қабырғасындағы танымал актермен кездесу соның куәсі деуге болады. Көптеген телесериалдардан бой көрсетіп жүрген өнер иесі Бейнұр Баймұхамбетов пен ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынас мәселесіне байланысты өзекті тақырыптар талқыланды. Басты мақсатымыз қазіргі таңдағы ата-ананың балаға деген және баланың ата-анаға деген қадірін күшейту, ата-ананы қадірлеуге үйрету және ұлттық құндылықтарымызды насихаттау мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Бейнұр Баймұхамбетов жастармен кездесу шарасына өзінің ұлын да ерте келген. Әкенің ізін қуған баласы да Бозторғай, Жылойя секілді телесериалдармен танымал. Шара аясында ұстаздар мен оқушылар қонақтарға өздерін қызықтырған сауалдарын қойды. Сонымен қатар кино әлемінің қызығы мен шыжығын сұрап жатты. Осы мектептен білім алып жатқан әрбір шәкіртке басшылықтарына алғысымыз шексіз. Осы Бағдәулет екеуміздің осы кездесу ұйымдастырып, балаларға білгенімізді айтып, сондай бір керемет кездесу болды деп ойлаймын.